Құрамына бірде-бір жұмыртқаны қоспай, жасалу жолы оңай пирог дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға осылай қантты, ұнды, какао, ванильный сахар, разрыхитель, тұз, барлығын жақсылап араластырамыз. Түйіршіктер қалмау керек. Үстіне осылай сүт, сұйық май, бір ас қасық 9% уксус, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәл осындай масса болған кезде формамызға құямыз. Форма менде 20 диаметрлік. Міндетті түрде біздің пешіміз қызып тұру керек. 170-180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Міне осымен пирогымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Ең соңында осылай бетіне шоколадный глазурь құйсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.